Қазақ халқында сүйек қосу дейтін рәсім бар. Бабалар ізімен ғылыми экспедициясы Ұлытауға сапарында осы жоралғыға байланысты тұрғызылған ескерткішпен танысты. Ол Шеңбер ауылынан солтүстік батысқа қарай жүргенде 10 шақырымдай жерде Қараторғай өзенінің бойында тұрған Махат саханасы. Құрылысы порталды күмбезді, яғни ислам сәулет өнеріне жатады. Бірақ мәйітті қою тәртібі басқаша. Мұндай кесене өте сирек кездеседі. Мұнда жерлеу әдеті ислам дініндегі жерлеуге қарағанда өзгеше. Өйткені мұнда біздікі сияқты мысалы жерге әкеп көмбейді. Әуелі денесін мынау лақаттың ішінде өзі астында лақат бар, соның жанына қояды. Содан кейін біраз уақыттан кейін адамның денесі сүйегінен бөлінген уақытында сүйекті құдыққа тастайды, оның орнына келесі адамның табытын әкеп қояды. Осындай сахналы тамдар солтүстік Кавказда Ингушетия территориясында көрдім. Сонда мен таң қалғам. Біздің жақта сондай бар, о жақта да бар екен. Жергілікті жерде Ингушетиядан сонда сұраған уақытында олар білмейді. Қай уақытта салынған, кімнің салынған, не үшін салынған, өйткені жергілікті халықтар ондай там салмайды. Сондықтан олардың айту бойынша бұл ноғайлардың тамы болуға тиісті, мүмкін дейді, 12-13 ғасырда. Сонда екі ортада бір байланыс болып тұр. Соған қараған уақытында мен ойлаймын, бұл арадағы бұрын тұрған халықтар, кейбір тайпалар осындай өздерінің адамдарын жерлеген. Солар көшкен уақытында өздерінің дәстүрлерін сақтап қалған. Сол бойынша олар көпке шейін өздерінің адамдарын солай жерлеп келген. Сонда міне байланыс бар.